Рой кооператив пе, пирамида ма? Бас аяғы ойға сіз қанша ақша 10 салдыңыз? миллион 900. Осы ақша қайтты ма? Жоқ, қайтқан жоқ. Сеніп қанша ақша құйдыңыз? Жаппай сумма 11 миллион. Қанша ақша құйдыңыз? 2 миллион 950 мың. Кооператив пе әлде қаржылық пирамида ма? Таптаза пирамида. Сізге сенуге негіз бар ма? Бар. Қалай дәлелдеп беріңізші? Заң бойынша кооператив юстиция тіркелген кәдімгі заңды мекеме. Пирамида белгісі бар ғой? Сырттан кооператив пирамида, дұрыс айтасыз. Егер пайыз болмаса, кооперативке, демек Арген Мағзумовқа қандай пайда бұл жерде? Бұл жер пайда жоқ. Жалақыңыз қанша? 500 мың теңге. 500 мың теңге. Салымшылар біле ма оны? Білмеймін, Әрине, бізге ештеңе біздерге. көрсетпеген. Рой кооперативінің қанша қарызы бар дәл қазіргі уақытта? 5 миллиардтан астам. 5 миллиард 311 миллион. Рой кооператив пе, пирамида ма? Редакциямыздан Рой кооперативіне алдандық деген жүздеген қазақстандық көмек сұрап хабарласты. Айтуларынша тірнектеп жиған теңгелерін кооператив 5 жылдан бері бермей келеді. Сонымен кооперативтен қанша адам пәтер алды, қаншасы қор болып қалды. Бүгін анықтаймыз. Senin kooperatifin o. Sen sazda ötedin. Kimcide ben halkın akşası. Sen. Ал қаңғыған қазақты, қаңғып жүрген қазақты одан сайын қаңғып тентіретіп жіберді ғой мені. Не ақшамыз жоқ, не үйіміз жоқ. Ройға ақша құйып, үйсіз һәм күйсіз қалған қазақтың санында есеп жоқ. Әрі олар сотқа жүгініп шаршаған. Себебі Ройға сеніп, роботқа айналғандаймыз деп ағынан жарылған жұрт 5 жылдан бері қаржыларын қайтара алмай жүр. Сол екі балапаныммен анаммен барып салған ақшаларым, олар да куә. Сенесіздер ме? Әлге дейін сұрайды, мама, сіз қаны сәл қалды деп айтқаныңыз қайда деп сұрайды менен. Құдайға шүкір, енді балапан осындан өту керекпіз. Аллаға шүкір, анам да, қайын жұртым да, күйеуім де бәріміз қабылдап жатырмыз бұл оқиғаны. Осыдан өту керекпіз деп. Сондықтан мен үлкен үмітпен, үлкен немен сіздерге жаздым. 22-де уже мен ұлым армияға барып келген. Оның алдында салғанмын ғой 2020-да. Мама деді, мынау что-то не то. Мама, шығыңыз мынадан. 2 рет расторжениеге барам, кәдімгі алдымнан сотрудниктері атып шығады, менеджерлері көндіреді. Сонымен мен қайтып келем. Сосын баламды көндірдім. Балам, осы жерден үй аламыз, бұлардың бәрі Құдайға қараған, намаз оқитын адамдар деп. Құдайдай сеніп жүрміз. Өкініштісі сол, көзсіз сенім сәнді пәтер емес. Алдандым деген алматылық дәмелі апа бейнеттің зейнетін көрер шағында пәтер жағалауға мәжбүр. Өзім еден жуышым. Қай жерде жұмыс бар? Кім жұмыс айтады, соны барып еден жуып берем. Бір жерден барып тағы магазиндікін жуып берсе сөйтіп берем. Өйткені маған күнкөріс керек. Қазір мен 100 мың табам да мынаған әкеп берем. Бір ай мен ода терлейм, табам, квартплатаға берем. Өйткені мен бұны бермесем, мен тағы да далада қалам. Сол далада қалмау үшін мен Аргеннің осы Рой кооперативқа сеніп салдық. Әлі тентіреп жүрміз, 5 жыл болды. Сонымен Рой кооператив пе әлде пирамида ма? Қанша адам пәтер алды, қаншасы қор болып қалды? Бүгін анықтаймыз. Құрмет сарапшылар, қош келдіңіздер. Қазақтың басты ауруы, басты проблемасы баспана екенін білесіздер. Осы бір проблемадан арылу үшін кейіпкеріміз Дәмелі апа Рой кооперативіне жүгінген екен. Нәтижесін өзіне сұрап білейікші. Студияға Дәмелі апаны шақырамыз. Саламатсыз. Дәмелі ханым, жайғасып болыңыз. Амансыз ба? Саламатсыз. Денсаулығыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Бәрі жақсы ғой. Шүкір. Қай қаладан келіп отырсыз? Алматы. Жасыңыз нешеде? 64-те. Бала шағаңыз бар ма? Бар. Немерем бар, қызым бар. Қазір сіз жалдамалы пәтерде тұрып жатсыз ба? Иә. Қанша жылдан бері? Мен почти 20 жыл болды. 15 жыл пәтерде жүргеннен кейін мен осы Ройды естіп, барып, осы кісілердің жаңағы айтқанын бәріне сеніп,
салдым ақша. Қанша ақша салдыңыз? Бірінші первоначальный взнос 200 мың құяс деді, құйдым. Мен бірінші қызым оформить еттім. Өйткені қызым жалғыз бастана, баласы бар, бір ұлы бар. Енді олар ең құрмаса пәтерлі болсын деп қызыма оформить еттім де, сосын кейін мен ойландым, бұл 9 мыңға бізге договор жасады. 9 мыңда Алматыда үй алу мүмкін емес. 9 миллионға дейміз. 9 миллионға, иә. Содан мен бұл пайызсыз. Дәмел апай, мен сіздің қасыңызға отырайын. Сіз түсінгенмен бізді көріп отырған халық түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан басынан бастайықшы. Рой кооперативі туралы ақпаратты қайдан естідіңіз? Рой кооперативі туралы мен өзім жұмыс істеп жүргенде шаштараздың ішінде қыздар айтты, Дәмел апай, сіз квартир дейсіз, осындай Рой деп айтып жатыр деп. Сосын кейін, ой, ондайдан сенбеймін деп кетіп қалдым. Екінші барғанымда бір тілі сақау қыз бар еді. Сол маған түсіндірді, мен кірдім, мен алып жатырмын, мен алам деп. Сосын кейін жаңағы мына көрсетіп айтыр ғой, мына оазистегі үй берген, сертификат берген, машина алған, міне қанша адам алды дегенге мен сендім. Сертификатты көргеннен кейін кілтті беріп, арқаларынан қағып атқаннан кейін енді пайызсыз оның үстіне. Жақсы. Дәл осындай сеніммен сіз офиске бардыңызда қызыңызды тіркедіңіз. Қызым тіркедім. Қанша ақша берді қызыңыз? Қызым бірінші первоначально 200 мың төледік. Сосын бізге айтты, айма 50 мың теңгеден салып отырасыздар. Сіз салып отырдыңыз? Салып отырдым. Жалпы салған ақшаңыз қанша болды? Мен сосын өзіме тағы да оформить еттім ғой. Қызыңыздан бөлек өзіңіз де тіркедіңіз, салымшы болдыңыз, иә? Иә, өзім, мысалы, қызымды 2020 жылы мартта тіркедім де, ойладым, мен 9 миллионға мына қызға не әперемін? Алматыдан 9 миллионға избушка да келмейді. Дедім да, одан да мен өзімді де оформить етейін. Пайызсыз үйді маған, мен өкіметтен, мысалы, ипотекадан алсам, мен қанша пайыз төлеймін, кредит алсам қанша пайыз төлеймін, мынау деген бір керемет қой дедім де, апрель айында барып өзімді тіркедім. Тағы 200 мың құйдым. Жақсы, осы кезде маған айтыңызшы, қандай уәде берді? Мысалы, системасын айтып беріңізші, міне сіз 200 мың бересіз, айына 50 мың бересіз, одан кейін не болады? Маған былай түсіндірді. Сіз мына 200 мыңды құйдыңыз, енді сіз 6 ай мен 9 айдың ішінде деді, 600 мың ақша жинасаңыз, сізге уже кілт беріледі деді. Ойбай, мына бір керемет қой деді. Сосын кілтті сізге бәрін оформить етіп, нотариально сізге үйді береміз. Бірақ сосын сіз арғарай осы 50 мыңыңызды неше жыл, мысалы 9 миллион ба, 9 миллионды құйып боласыз. Дегеннен кейін, мынау бір енді бір Алланың берген маған сыйы бар шығар, осы шығар мен іздеп жүргенім деп құйдым ғой кәдімгідей. Ал нәтижесінде сіз жалпы міне қызыңызды қосқанда, өзіңізді қосқанда қанша ақша құйдыңыз? 2 миллион 950 мың ақша құйдым. Нәтиже болды ма, үй алдыңыз ба? Жоқ, қайсы үй алсам осы жерге келіп жылап еңіреп жүрем бе? Мен Аргеннің артынан, оның Темірбектің артынан жүргеніме мен қанша болды? Менің баспаған тауым қалмады. Мен областной прокуратураға бардым, департаментке бардым, Медеускийге бардым. Ақыры медиаторский соглашениеға барғанда бұлардың бухгалтериясы айтты, арыз жазбасын, біз өзіміз ақырындап төлейміз деді. Төледі ма енді? Менімен 8 адам болған. Бір ай 3 адамға төледі 200 мыңнан, сонан кейін жоқ болды. Арест бізде жоқ. Жақсы, енді нақты сұрақ қойыңызшы, қазіргі талап арызыңыз қандай? Ақшаңызды қайтарып алу ма? Әрине. Дәмелі ханымның басындағы проблема түсінікті ғой сіздерге. Дәл осындай проблемамен тағы да бір кейіпкеріміз бар. Танысу үшін экранға жер салайықшы. Менің көкейімде ылғи арман болатын үлкен үй алу. Ахмет Сарнай Боданқызы 2 жылдан бері Астанадағы жалдамалы пәтерлерді жағалап жүр. Ол туған перзенттерінен бөлек балалар үйінен тағы 4 бүлдіршін асырап алады. Баспана тарлық еткен соң үлкенірек үйге көшуді ойлап, 2021 жылы Көкшетаудағы үйін сатады. Түскен 10 миллион 900 мың теңгені бірден Алматыдан таунхаус уәде еткен Рой кооперативіне салған. Кейіннен ай сайын 50 мың теңге қаржы құйып отырған. Далада қалмаудың қамымен сол нашар үйде тұра бастадық. Солай біз өз үйімізден кейін сол нашар үйде тұрдық. Балалардың мазасы кете бастады. Енді анау неден келген тексерісте таңғалдық, что біз пәтерсіз қалғанымызға түсіну қиын деп ойлаймын. Енді біреудің басынан өткенді өз басынан өткізбей, оны түсінбейсің ғой. Сондай балаларым өсіп өнген, жолдасымның маңдай терімен тапқан пәтерінен мен солай бір күндағы айырылып қалдым да, енді сол балаларды қайтарып бердім, пәтерден айырылдым. Солай мен депрессияға түстім.
Бүгінде баспанасынан ғана емес, балаларынан да айырылып қалған келіншек барлығына Рой кооперативін кінәлайды. Ұйқымда бұзылып кетті, мен осылай отырған жерімде отырып қалатынмын, немесе тұрған жерімде тұрып қалатынмын. Анау шай қайнатқан сол шайнекті солай шетіне қоя салғанға, анау балам тұрғанын көрмегенде солай кішкентай баламды пісіріп тастадым деуге болады. Солай реанимациядан бала бірақ шықты. Реанимациядан шыққан кезде сонда ғана мен есімді жинадым. Студияға Сарнай Бодан қызын шақырамыз. Саламатсыздар. Сарнай, қош келдіңіз. Жайғасып алыңыз. Сізге қояр сол бір сұрақ қой, жалпы осы Рой туралы ақпарат қайдан естідіңіз? Мен Рой туралы ақпаратты достарымнан естіп жүрген, бұрын пайызсыз пәтер береді деп мен оларға сенбедім да, өзім жеке іздене бастадым. Солай мен Нұрсейіт Жылқышыбайдың үнемі подкасттарын қарап жүретінмін, жақсы журналистердің жүргізетін. Соның подкастына бір күні сол Арген келді. Арген келіп сұхбат берді. Мен сол сұхбаттан кейін бірден барып Ройға салымшы болып кірдім. Жақсы. Ройға салымшы болып кірген кезде қанша ақшамен кірдіңіз? Бірінші сол 200 мың кіру жарнасын төледім, сосын ай сайын 50 мың салып отырдым. Сосын салып жүрдім, бір 600-700 мыңға жеткен кезде мен тоқтатып қойдым. Неге? Жағдайым келмей қалды да. Жақсы. Алғаш Роймен келіскен кезде үй алуға келістіңіз ғой, иә? Үй алуға. Қанша сомалық үй? Сол бір кісінің атына ол кезде 9 миллионға договор ашатын. Мен 9 миллионға аштым, бірақ өзімізде баспанамыз болды ғой. Соны ойлағам да сол баспананы сатып, сосын анау екеуін қосып алсам деген ой болған. Жақсы, жана 4-5 айдан кейін тоқтаттым дедіңіз ғой, 600 мың теңгемен. Иә. Ал одан кейін жалғастырдыңыз ба? Одан кейін мен неге Көкшетаудағы офистары жабылып қалды, Ройдың. Астанаға келдім. Астанаға келіп, офисқа келгенде олар маған жақсы ұсыныс болып жатыр, сізге Алматыдан таунхаус салынып жатырмыз, оазисті. Егер соған 40% салатын болсаңыз, бірден 2 айдан кейін баспаналы боласыз. Ол қанша теңге 40%? 40%-ы 11 миллион жарым болған, бірақ мен 10 миллион 900 салдым. Бас аяғы Ройға сіз қанша ақша салдыңыз? 10 миллион 900. Осы ақша қайтты ма? Жоқ, қайтқан жоқ. Және таунхаусты алған жоқсыз? Алған жоқ. Қазіргі талап арызыңыз түгелдей толықтай ақшаны қайтарып алу ма? Иә, толықтай қайтару. Сот шешімі әлде де үмітіңіз бар ма? Жоқ, үмітім жоқ. Жақсы, дәл осындай үмітім сөнді деген тағы да бір кейіпкер бар. Танысып алайықшы. Бұл кісіге ақшасын сұраған адамның бәрі жау болып көрініп жатыр ғой. Сол кезде юристермен бірге жұмыс жасап жатсын, сенің юристіңді үйтіп қоямыз, сені бүйтіп кетеміз деді. Өлтіріп кетеміз деді. Бір аудио жазбасында бір ер адамның сөзін жіберді да ол кісі маған. Мені здесь уже одного убрали все деген орысша сөйлеп тұрған кісінің аудио жазбасын жіберді. Сосын удалить у всехті басып жоқ қылып жерді оны. Көрінбе, жазба, ештеңе сұрама, өткені мен әлеуметтік желіде де жазып жаттым, чаттарда да жазып жаттым, ақшамды талап етіп, ақшам қайда екенін сұрап, әлеуметтік желіде Арген мені блокқа тығып тастаған. Сонымен әділдік іздей келген Шолпан Әділбек қызын студияға шақырамыз. Сәлеметсіз. Саламатсыз ба, Шолпан, жайғасыңыз. Шолпан ханым, сіз де Ройға сендіңіз. Сендім. Сенім ақталмады. Мүлдем. Сеніп қанша ақша құйдыңыз? Жаппай сома 11 миллион. Қазір 11 миллионның 1 миллионы болсын қайтты ма? Тек қана сот арқылы қайтарып бастадым. Қанша соманы қайтарып алдыңыз сот арқылы? Бөліп есептегенде 990 мыңдай болды. Аздаған жарнамадан соң студиямызға Рой кооперативінің төрағасы Арген Нұржанов пен салымшылардың мүддесін қорғап жүрген адвокат келеді. Олардың шындығы қандай? Бірер минуттан кейін көреміз. $11 миллион теңгесін беріп, баспанасыз күн кешкен салымшы боламын деп, ақырында кооператив басшысынан қоқан лоқы көрген. Редакциямызға Рой кооперативіне алдандық деген 100 адам хабарласты. Айтуларынша, адал, маңдай термен тапқан ақшыларына пайызсыз үй аламыз деген олар дымсыз қалған. Ал кооператив басшысы не дейді? 5 жыл бұрын басталған даудың шешілер түрі бар ма? Бүгін кооператив төрағасы Арген Нұржановтың өз аузынан естиміз.
Если мы захотим в кооперативе, чтобы вам завтра, на следующий апрель, в мае, упало хоть 1 тенге, мы это можем себе позволить. Но если мы не захотим, чтобы вам даже 1 тенге не упало, вот в этом месте мы захотели, чтобы вам упало 5000 тенге, мы отправили вам 5000 тенге. До этого было, мы отправляли вам 50 тысяч тенге. Но вы начали хвастаться, что это вы сделали, что это ваших рук дело. Вы не сказали, что это, ребята, стоп, не моя эта заслуга. В кооперативе есть деньги, поэтому вы получаете эти да? Вы что сделали? Мы возвращаем пайщикам деньги. Клонитесь перед нами. Давайте нам деньги, мы вам еще дадим. Нет? Пожалуйста. Слушай меня, ты что, не знаешь, кто я, чё я, с кем я связан? Ты же вообще не знаешь, вы куда рыпаетесь. Так что... А этого Оскара скажи, что там он, забыл, что ли, про ОПГ? Так что давай, вот пивой на мандаре. И у меня все под контролем. Я вам не арген. Он мягкий очень. Он просто сейчас с вами сидит, там лялякает, да? Что мне говорят люди, которые стоят еще выше? Мне говорят: Асема, просто скажи. Все сделаем, оформим как нужно. И этих юристов твоих всяких. Я знаю, кто над ними стоит. Мои люди везде. У меня связи везде. Понимаешь? Чего ты думаешь? Мы так просто такой кооператив воздвигли. И на сегодняшний день ни один не может ничего сделать с ним? Ты думаешь, это так просто? Вы такие наивные, да? Қасқалар, менің бір сөзім бұд, барлықтарың тұтатып жүремін қазір керек болса. Түсіндің ба? Передай. Жақсы, бұл аудио хабарламаның авторы кім? Қарындасы деп таныстырып тұр ғой. Әсем деп атын айтты. Әсем деген қарындасы бар ма? Мен Өтепбай мырза, мен ол кісіні танымайды екенмін негізінде, өткені мен өзім Шымкент қаласына, а бұл кісі Алматы ма, Астана ма сондай. Мен осы аудио жазбаны топқа, жаңағы чатқа салған кезде жекеме шықты ғой, мынау Әсем ғой, қарындасы ғой мынау деп танып. Бұл аудионы қандай мақсатпен жіберіп жатыр? Соны айтыңыздаршы. Мен түсінгенім бойынша белсендік танытпа деген немен ақшаны жаңағы талап етпе деген шығар, өздеріңіз естіп отырсыздар. Құрметті сарапшылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Басқа адамдарды сен үгіттеме, біздің инстаграмымыз жүріп жатыр, біз адамдарға сенім ұялатып отырық, адамдардың сенімін бұзба, біз тағы да басқа адамдарды ақшаға отырғызуымыз керек деген психологиялық қысым жасап жатыр, иә. Және қорқыту, үркіту ма, қандай бір мақсатта жасап отырған әрекеті ма, түсініксіз. Бұл кімге жіберілген? Сізге жіберілді ма тікелей? Маған тікелей. Жақсы, бүгін біз студияға Арген мырзаны шақырдық, және біздің шақыртуымызды қабыл алып келген екен. Аргеннің өзінен де сұраймыз, ал оған дейін көпшілік көрерменге кооператив деген ұғымды түсіндірейікші. Оны біз тек сюжет арқылы ғана баяндай аламыз. Экранға зер салыңыздар. Кооператив дегеніміз адамның ортақ экономикалық, әлеуметтік немесе мәдени мақсаттарға жету үшін ерікті түрде бірігіп құрған ұйымы. Ресми түсіндірмесі осы, яғни кооператив мүшелері осы ұйымның иегері де, тұтынушылары да бола алады. Қазақстанда кооперативтер туралы Қазақстан Республикасының заңымен және азаматтық кодекспен реттелген. Демек, кез келген кооперативтің жұмысы заңды. Ал 2019 жылы ашылған Рой кооперативінің қазіргі қарызы 5 миллиард 311 миллион 990 мың теңгеден асып жығылады. Мен жағын сындырам оның мен. 32 міне. Ол мен білет жақсы таниды. Ол алдаған үшін осындай мен бала шағамның ақшасының аузынан жырған ақшаны осылай істеген үшін мен оны жестко наказать етіп сұрды. Бүкіл елдің алдында. Ақшасы жоқ, үйде жоқ. Общем айтқанда 10 миллион ақша салдым. Масқара, қазір мына единкіде времянкада тұрам. Ішіде сырыс мәз емес. Группаға кейін десем үй алдым. Шынын айтайын сізге, үй алдым, намыстанам. Осы жасқа келіп какой-то біреуге алдым қойғанма. Бұл оңбаған деген Астанаға келіп талай собрание жасап сөйткен 5-6 рет. Бәріміз барып қатысып собраниесіне. Екі сөздің бірі өтірік. Құрметті салымшылар, сіздерге сұрақ қойыншы. Сіздердің қазір адвокаттарыңыз бар, иә? Бар. Аты жөні? Мен жалдаған адвокат кісі Асқар мырза. Керімов қоя? Керімов Асқар мырза. Бүгінгі студияға да келіпті. Иә. Ендеше адвокаттың өзіне қоятын сұрақтарымыз бар. Студияға Керімов Асқарды шақырамыз.
Асқарыңызға жайғасып алыңыз. Сізге қояр сұрағым, жалпы осы уақытқа дейін қанша салымшының құқығын қорғап жүрсіз? Қазіргі таңда 350 адам. Әр қайсысы әртүрлі сома салған ба? Иә, әртүрлі сома. Сіздің қорғауыңыздағы салымшылардың ақшасын Рой кооперативі қайтарып жатыр ма? 300 адамға соттың шешімі шықты. Соттың шешімі жеке сот орындаушылар орындап жатыр. Бірақ кооперативтің шотына ақша түсу азайып кету салдарынан, оны кейін түсіндірем, соның кесірінен ақша өте аз түсіп жатыр. Сіздің һәм Ройдың немесе Аргеннің арасында жеке басының дауы бар ма? Жоқ. Бұның барлығы халық үшін. Әрине. Бірақ осы тұста Арген мырзаның бір сұхбаты бар екен. Соны экранға шығарайықшы, назарыңыз экранда болсын. Арген мынандай жаңағыда финанс пирамида ашты, және де сіздердің барлығыңызды алдады деп, енді қазақшасын білмей отырмын, орысшасы ввести в заблуждение деген ұғым бар. Введение в заблуждение. Мысалы, мен сізге рас нәрсені айтып отырып, қазір осы жерде, бірақ ішіндегі кейбір нәрселерін айтпай қалу, ол введение в заблуждение. Дұрыс қой? Мысалға, мен ақиқатты айтып отырамын, бірақ ішіндегі ключевой позицияларын айтпасам, оның ақиқатты теріс айналдырып алуға болады, оны білесіздер. Енді бұл жерде тап сондай, бұл айтқанда, позиция. Ол Керимов Асқар біздің үлескердің баласы. Керимов Асқар үлескердің баласы. Ол маған звондады айтты. Арген, менің мүмкіншілігім шексіз. Сен қазір маған вне очереди, ана очередке қарамай, ана соттағы отырған адамдарға қарамай, маған ақшамды қайтарып берсен, мен дым істемеймін. Күшім аулақ, өзім аулақ, кетемін бұл жерден деп. Асқар мырза, айтылған сөз қаншалықты рас? Сөзінің жаны бар. Мен бұл іске, мен айтып келе жатырмын, мен анам ақша салды. Мен оған дейін Рой деген не екенін де білмейтін едім. 1 жылға болды мен осы іске кіріскенде. Мен оған дейін заңгер болсам да заңгерлікпен айналысқам жоқ. Мен өзімнің кәсібім бар, жүрген адам жөнінде. Бірақ осы анам ақша салды, оны мен заң бойынша сот арқылы шешім шығардық. Сөйттік та мен біреу арқылы Аргеннің кейбір адамдарға таңдап, қолма-қол ақша қайтарып жатырғанын естідім. Сондықтан мен оған хабарластым. Сен өйстіп қолма-қол қайтарып жатыр екенсің. Мен де анамның ақшасын қайтарып бер деп. Сондықтан оның жауабы қандай болды? Оның жауабы қандай болды? Оның жауабы айтты, ешқандай ақша қайтпайды, сендер сотқа бекер бердіңдер, енді жаңағы заң бойынша сол ақшаларымды алыңдар деген сияқты айтты. Сізге енді сіз заңгерсіз ғой, сізге мынандай сұрақ қояйыншы. Бұл жалпы сіздің ойыңызша, субъективті ойыңыз, кооператив пе әлде қаржылық пирамида ма? Бұнда тап-таза қаржылық пирамида. Қалай дәлелдей аласыз? Өте оп-оңай. Мысалға аламыз, 10 адам, бұлар не дейді? 30 үйдің құнының 30%-ын әкеліп сал дейді. 10 адам 30%-ын салса, оған қанша адам үй алады? 3 адам үй алады. Енді арман қарай 7 адамға үй алып беру керек қой. Оны қаяқтан алады? Оған жаңа салымшылардың есебінен алады. Бұл тап-таза пирамида. Яғни кооператив егер де ол өз жер сатып алып, мысалы, құрылыс компаниясы үйді салған кезде, оның әрине оның шаршы метрінің бағасы түседі, солай емес пе? Ол бірге екі қосып сатады. Сол сияқты кооператив өзі жер сатып алып, өзінің есебінен салып, сөйтіп оның бағасын түсіріп, немесе тағы да бір бизнеске салып, содан пайда түсіріп, сөйтіп жасаса, онда әңгіме бөлек болар еді. Бұл жерде тек қана жаңадан келген адамдардың есебінен көне адамдарға алып бере береді. Ол тап-таза пирамида. Сіздің анаңыз осы кооперативке ақша салмастан бұрын сізбен кеңеспеді ме? Жоқ, кеңеспеді. Мен ол туралы білгенім жоқ. Мен кездейсоқ біліп қалдым. Сіз енді осы 1 жылдан бері іс менің назарымда дедіңіз ғой. 1 жылда Аргенмен неше рет жолықтыңыз? Көзбе-көз, бетпе-бет. Көзбе-көз 1 рет жолықтым. Мәміле қандай болды? Мәміле қандай болғанда, осындай бір журналист шақырды студияға. Соған бардым. Журналистпін де, сосын барып сұхбат берген болдым. Сол жерге Арген келді. Екеуміздің арамызда шамалы пікірталас болды. Артынан ол Аргеннің журналист екен. Ол ақпарат жаңа материал ешқандай шыққанда жоқ, бұнда болған жоқ. Олардың ойынша мені сол жерге шақырып, қандай да бір провокация жасап, сондай бір жаңағы бір жақсы бір видео материал шығарамыз деген ойлары болу керек. Бірақ олар ойлары жүзеге аспады.
Жақсы, біз енді Аргеннің емес, біз халықтың журналистіміз. Сізді шақырып отырмыз. Және осы жерге беттестіру үшін тақырып бір жақты емес, екі жақты болу үшін Аргенді шақырдық. Егер Арген мырза дайын болса, студияға сіз шақырамыз. Арген мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қош келдіңіз. Жайғасып алыңыз. Оң жаққа қараңызшы. Кімдерді көріп отырсыз? Жанарларында үміт, сізге деген сенім ұялаған салымшыларыңыз ғой енді. Ортасында Заңгер мырза. Танисыз ғой жалпы? Танимын әрқайсысы. Мына кісі туралы білесіз бе? Ақпарат. Аты жөні? Жоқ, білмеймін. Білмейсіз, иә? Дәмелі. Қайт білесіз, сіздің алдыңызға барсақ, мына есіктен кірсе, сіз лестницамен көтерсек, сіз лифтімен қашып кетесіз. Лифтімен көтерсек, лестницамен қашып кетесіз. Біз неше бардық? Сіз ана 25 этажға барып, біздерге үлкен бір керемет жиналыс ашып, бізді Құдайда сетіп, Субханаллаңыз, альхамдулиллахты алып тұрып, аузымызды аңқитып, меған бауырым соттатайын деп жатыр деген. Біз қандай мынандай халықтың адамы қалай соттатады, мынау сұмдық қой деп сізге жанымызды ашыған. Сөйтсек, сіздің бауырыңыз, сіздің қандай аферист, мошенник екеніңізді біліп соттату керек екен ғой. Жақсы, енді біз Арген мырзаны шақырдық. Екеу ара ұрыс емес, екеу ара сауатты диалог болсыншы. Сіздер де сауатты оқыған азаматсыздар. Арген мырза, жалпы Рой кооперативінің құрылғанына неше жыл болды? Рой кооперативі құрылғаны 2018 жылдан бастап жұмыс істеп бастадық. 2019-дан жұмыс істеп бастадық. 18-де құрдық, 19-да жұмыс істеп бастадық. Құрған кезде қанша салымшы ағылды сіздерге? Құрған кезде біздерде өзіміздің есебіміз бар. Сондықтан ай сайын керек адамды қабылдап, одан кейін қабылдамайтынбыз. Енді оны бұл кісілер 2019-2020-да бұл кісілер келген болса, білетін, менде даже видеолар бар. Болды, тоқтатамыз, осы айда біз басқа адам қабылдамаймыз деген видеолар бар. Себебі енді бұл экономика ғой, финансы, әрбір қаржы салада өзінің есебі бар. Сол үшін бізде есептеп тұрып, осы айда біздерге осы шамадан керек, болашақта оның уақытылы беруіне есебі болғаннан соң. Жақсы. Дәл қазір қанша салымшыңыз бар? Дәл қазір кооперативте қалған 12 мың салымшы бар. 12 мың салымшы. Демек, 12 мың қазақстандық сізге әлі де сенеді деген сөз ғой? Енді сізге сенуге негіз бар ма? Бар. Қалай, дәлдеп беріңізші? Заң бойынша кооператив юстиция тіркелген кәдімгідей заңды мекеме. Оны тек сауатсыз адам айту мүмкін, бұл заңсыз деп. Кез келген кооператив осылай үй алып, мүлік алып берем деген, көп болса оның өмірі 5 жылға ғана созылады. Бұл жерде Асар баспана болсын, Рой болсын, Сенім недвижимость болсын, Аманат драйв, Аманат хом, бәрі қирап жатыр. Мен қирайтындығын алдын ала айтқам. Сіздерге де қирайды. Сондықтан халыққа мен үндеу жасаған білет, кооперативке салымшы болсаңыздар, 99,9% сіз тәуекел етіп тұрсыз. Сізде сырттан ешқандай қаражат келмейді. Тек салымшылардың есебінен ғана алып жатырсыз. Солай ғой? Сіз әлде сіз банктен қаржыландырылып отырсыз ба? Бұл кісінің айтып отырғаны сондықтан пирамидаға... Қазір енді жауап берсінші. Сіз мына кооперативке, яғни сіздердің ұйымға ақша сырттан келе ме, әлде тек қана салымшылармен шектеле ме? Бұл салымшылардың құқығы, салымшылар ғана салу керек, өйткені ол пай. Пай сырттан келіп біреу пай салса, ол оның пайы болады, салымшының пайы болмайды. Сырттан келген ақша, ол да салымшының ақшасы ғой деймін. Иә. Ол инвестор келіп салса да, ол инвестордың пайы болады. Жақсы, енді заңгердің сұрағы, нақты сұрақ қойыңызшы, қандай сұрақ қоясыз? Сіздерде сырттан ақша келмесе, енді пирамиданың белгісі бар ғой? Сырттан кооператив пирамида, дұрыс айтасыз. Сұрақ, сіз қазір кереметсіз. Неге сізде қазір туындап отыр осындай мәселе онда? Жәбірленуші жоқ, бірақ следовательдің рапорты бар. Мынандай қалада... Қай органның следователі? Дер. Ол болады. Пирамидаға ол жәбірленуші қажет емес, оны білетін шығарсыз, Қажет емес, дұрыс. Олар сонда негізбен қозғай алады. Иә, білем. Сондықтан жәбірленушісіз Рой кооперативінің адамдарды тіркеп үй беріп атырғаны өте қаржы пирамидасына ұқсайды деп іс тіркеліп, ашылып, 2020 жылдың 6 айында 15-і маған үйге обыскпен келді. Және де сол күні мені свидетель на право защиты деді. Содан кейін кешке жаңалықтар шығарды.
финансовый пирамиданы тоқтаттық, председатель 10 жылға жабамыз деп. Хотя мен үйде телевидение көріп отырмын, что бүгін біздерге келді. Жарайды, содан бастап біздерде жаңағы бұл енді бір не ғой, мысалға қаржы мойындайтын болар. Любой банкке қазір барып, мына банк жабылады скоро десе, ол жерден барлық депозит салған адамдар не істейді ертеңгі күні? Ақшаларын алып кетуге тырысады. Біздерде тап сондай жағдай болды, бірақ біздерде адамдар үшке бөлініп кетті. Сіз тәуекелді ойлаған жоқсыз ғой, солай ма? Мен тәуекел еткен жоқпын. Мен точный математический решениесін білдім. Қараңыз, сізге қылмыс қозғалмаса да ол қирайды. Мен сізге себебін айтып берейін ба? Өйткені ол толассыз сізге салымшы келе бермейді. Бір, екіншіден жоғары жақта сізді бағана алып берген үй, ол да ай сайын төлем жасап отыру керек. Оған кім кепілдік бере алады? Ол төлеп отыратындығына. Біздерде ғой залог. Ол төлемейді. Мысалы, сіз Дәмелі ханымға 9 миллионға үй бердіңіз. Үй Дәмелі ханымның атына өтеді, бірақ кооперативке кепілдікке қойыла ма? Егер айма-ай Дәмелі ханым үйді төлей алмайса, сіз демек үйді тартып аласыз ғой? Әрине. Сосын ол ақшаны өзіңіздің қалтаңызға саласыз ба, әлде кооперативке саласыз ба? Жалпы зат алынғанда, дүние мүлік алынғанда кооперативтің атына алынады. Сұрақ бар ма? Бір мәселе бұл жерде. Айтыңыз. Пәтер алған азамат өзінің қарызын кооперативке 5-7 жыл бойы қайтарады. Ол дегеніміз қанша пайызбен, әлде пайызсыз ба? Пайызсыз. Мәселе онда емес. Мәселе оның ең ұзақтығында қайту. Ол қашан қайтады? Ол қайтып кетуде мүмкін. Қашан үй басқа жағдай болуы мүмкін. Енді менде мынандай сұрақ. Егер пайыз болмаса, 5-6-7 жыл өзі төлейтін болса, кооперативке, демек Арген Мағзумовқа қандай пайда бұл жерде? Бұл жерде пайда жоқ. Любой мекемеде не бар? Бюджеті бар. Фонд бар, фонд оплаты труда бар. Жоқ, ол нәрсе бар ғой, бұл кісілердің сұрағы сол фонд, аренда, содержание, вообще привлечение новых клиентов, немесе пайщик, сол расходтардың барлығы ненің қай счеттан кетіп жатыр деп сұрақ қойып жатыр. Вступительный взнос, членский взнос. Соны сұрап жатырмыз. Ай сайын 20 мың теңге. Түсінікті болу үшін, міне қараңыз. Мен Рой кооперативіне кіру үшін, салымшы болу үшін алғашқы жарна төлеймін. Ол жарна қанша ақша? Ол жарна 200, біздерде 50 мың теңгеден бастады. Қазір 200 мың теңге. Жоқ, қазір 200 мың. Міне 200 мың теңге бердім, салымшымын, ақша кооперативке құйылды. Менің 200 мың теңгем қайда кетеді? Бір жерге кете ме, әлде қаламаса жерде? Жоқ, 200 мың теңге бірінші резервке кетеді. Резервке кетеді 200 мың теңге. Ол вступительный взнос деген аты айтып тұр, кіріс жарна. Кіріс жарнадан уже бюджетке бөлінеді. 200 мыңның қанша пайызы бюджетке бөлінеді? Бұл енді жылдық распределениеге байланысты. Мысалға, әр айда төлейтін зарплатасы бар, налогысы бар деген сияқты расходтарға хозяйская деятельностьке кететін. Оның ішіне сіздің жалақыңыз кіреді. Бәрін жалақы. Сонда қазақша айтып тұрмыз ғой. Жалақы ғой. Енді сіз жай тегін жүрген жоқ, соны сіз ашықсыз ғой. Жаңа айттыңыз ғой. Жалақыңыз қанша? 500 мың теңге. 500 мың теңге. Салымшылар біле ме оны? Білмеймін, ештеңе көрсетпеген. Негізі кооператив деген нәрсе сам по себе негізі жаман нәрсе емес. Жаңа айтып жатқандай адамдардың барлығы жиналып бір жақсы мүдде үшін жұмыс жасау ғой негізі. Просто бұл жерде видите қаржылай пирамида деп айтпаймын, бірақ соның признактары бар да. Неге? Өйткені көп осындай қаржылай пирамида ұйымдастыратын адамдар осы кооперативтің андай лазейкасын қолданады да. Не үшін? Өйткені кооперативтер ешқандай жаңағыдай қаржы басқармаларына, қаржылай регуляторлар, Нацбанкке ешқандай бағынбайды. Ол жаққа отчет беруге міндетті емес. Сол себепті бұл кісілер жаңағыдай видите расшифровать етпейді да. Ал одан расшифровка сұрап келген адамдар болатын болса, бұлар заңды түрде ол жаңа защищен. Сол себепті көп жаңағыдай қаржылай пирамида ұйымдастыратын адамдар осындай кооперативтің атын жабылып, осындай лазейкаларды қолданып кетеді ғой, былай айтқанда. Тексерісте таза екені дәлелденген кооперативтің үстінен неліктен 6-шы рет іс қозғалды? Аргеннің елге берген уәдесі орындала ма? Жарнамадан соң білеміз. Алла дегеніне қарап, Құдайдай сендік. Рой кооперативіне ақша құйған салымшылардың салдары суға кетіп, редакциямыздан көмек сұрады. Не баспанасы, не бақыры жоқ тұрғындар 5 жылдан бері әділдікке қол жеткізе алмай келеміз дейді. Білікті заңгерлер мен арнайы сала мамандары не дейді? Рой кооператив пе, әлде пирамида ма? Дәл қазір жауап аламыз. Сіз 2 жыл бұрын сұхбат беріпсіз, сол сұхбатқа назар аударайық, содан кейін сұрақ бар.
рас, иә, адамдар жаңағындай ақшаларымызды алмай жүрміз деуі ол да бар. Өйткені біздер кооператив болғаннан кейін өзіміздің жаңа квартира, машина берген ақшадан қайтып жатырған ақшаны біздер шығам деген адамдарға беріп жатырық. Кейбір айларда, кейбір жерлерде біздерде адамдар көп шыққаннан кейін уақытылы жаңағындай ақшаны беріп, жинап үлгере алмай жатырық. Сондықтан міндетті түрде жаңағындай задержка болып жатыр. Бірақ айтып кетейін, кооперативтен бүгінгі күнге дейін 15 мың адам шықты. Сол 15 мың адамның ақшасын қайтарып бердік. Жылдың соңына дейін біздерде кооперативтен шығамыз деген тағы да 1000-нан астам, 1500-ге жуық адам бар. Соларға да беріп құтылуға жаңағындай әрекеттеніп жатыр. Жақсы, 2 жыл бұрынғы сұхбатыңыз 90 күн күту керек, содан кейін 1500-ға жуық адам бар, шығамыз деген, солардың ақшасы қайтады дедіңіз. Қайтты ма ақша? Сол моментте жазған 2022 болса, 2022-де жазған адамдарға қайтып жатыр. Сіз қай жылдан бастап ақшаңызды қайтара алмай жүрсіз? Мен 22 жылдан бері қайтара алмай. Бір адам демек сол арасына ілінбей қалған ғой. 90 күн деді. Жоқ, 22 жыл болса сізге хабарласайды ма, келіңіз медиативный соглашение отырыңыз, ақшаңыз қайтарып береміз деп айтты ма? Мен сіздің медиативный соглашениеңіз керек жоқ, ондай медиаторды мен білем сіздікі қандай екен. Біз заңды түрде өкіметтікмен жасадық. Бірақ сізге барғанда Темірбек бізге не деді? 90 күн күтесің, болмайды, ол кісі бір жырқалақ па, анандай, клоун ба бірдеңке. Арқаңнан қағып, бет аузың сипап, альхамдулиллах, сосын айтады, 90 күн, мақұл жазып кеттім, 90 күн болдым, мен ұмытып кеттім 90 күн. Жақсы, ақша қайтқан жоқ қой? Жоқ. Сот орындаушылардың ашық ақпараты бар. Аис ойып деп айтады. Соған міне бүгін кірдім. Бүгінгі таңда қолына сот шешімін ұстап отырған адамдар сонау 22 жылдан бастап 1999 адам. Бұл Ройдың биін салсаңыз атып шығады. Фамилиясы, оның ішінде сот орындаушы кім екені көрсетіледі. Бұдан басқа Ройдың өзінің сайты бар. Сол сайттың өзіне личный кабинетке әркімнің өзінің коды бар. Сонымен кірсеңіз, қазіргі таңда бұлардан жоқ, мен болды келісім шартты бұздым, енді ақшамды қайтар деп тұрған адам 4314 адам. Рой кооперативінің қанша қарызы бар дәл қазіргі уақытта? 5 миллиардтан астам. 5 миллиард 311 миллион. 990 мың теңге. Осыны қалай қайтарамыз? Қараңыздар, жалпы кооператив ашылған кезде ол не үшін ашылады? Мақсаты. 10 адам кооператив ашса, сол 10 адамға бір-біріне үй алып беру. Мысалы, үй алатын болсақ. Ал ішіндегі 4-5 адам шығам десе, онда оның ашқан мәнісін бәрі кетеді. Бұл жерде жұмыс тек қана ақшаны қайтарып берумен ғана болып қалады. Ол кезде оларға кім ақшаны қайтарып береді? Үй алған адам ақшаны қайтарып береді. Тап қазір біздерде үй алған салымшылар ай сайын ақшаларын шығам деген адамдарға қайтарып беріп отыр. Бірақ және олар өздерінің үйінде төлеп отыр ма? Плюс әрине үйлерінің ақшаларын төлеп. Сонда олар ол кісілерге үй алған кісілер екі есе шығында ма? Жоқ. Қалай емес? Біздерден 9 миллион теңге үй алған болса, 9 миллион ақшасын қайтарып береді. Одан артық бермейді. Жоқ. Бірақ олар 10 жыл төлеуі мүмкін. Халық қазір талап етіп отыр. Бұлар ақшаны қайтара алмайды. Себебін айтайын, өйткені бұл ақшалардың біразын үй алып берді деліге. Ал ақша қайту үшін оған 10 жыл кетеді, 7 жыл кетеді. Міне кооперативтің осы қателігі. Сіз бағана бізді сауатсыз деп тұрсыз. Жоқ, мен сізге сауатсыз деген жоқпын. Енді элементарный нәрсе ғой. Екіншіден сіздер просто алға жүгіріп кеттіңіз. Сіз қайтарамайсыз ақшаны, мойындаңызшы қазір. Мен қайтарамын, кооператив қайтарады. Қазақстанда қанша кооператив бар, білесіз ба? Білмейді екенмін. Приблизительно білемін, бірақ нақты білмейді екенмін. Бір білсе, оны Қазбек Шайх мырза білуі мүмкін, себебі Қазақстан Республикасының кооперативтер қауымдастығының төрағасы. Және Өмірбек Ғабитті шақырамыз, Арген мырзаның қалауы, ол? Ғабит Өмірбек. Енді сараптама ретінде, сараптамашы ретінде, специалист ретінде. Заңгер ол кісі? Заңгер. Жақсы. Қазбек Шайх мырза мен Ғабит Өмірбек студияға шақырамыз. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Көп күтіп қалдыңыздар, төрлетіңіздер. Саламатсыз ба? Қазбек мырза, сізге қояр сұрағым, уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Рой кооперативі, кооператив па әлде пирамида ма? Азамат ретінде пікірім осындай. Егер сот шешімі ол қаржы пирамидасы деген шешім қабылдаса, ол қаржы пирамида болады. Егер сот шешімі жоқ болса, ол
анау субъект, заңды субъект ретінде қарастыруға болады. Өйткені Жақсы. Қазбек мырза, енді мына студияда кооператив жайлы бір білсе, сіз ғана білесіз. Иә. Өйткені сіз осы терең зерттедім. Иә, осы жердің саланың экспертісіз. Сұрақ, Рой кооперативінде қандай қателіктер бар? Немесе әлемдік стандарттарға сай ма? Индияға, Францияға, Қытайға деген секілді. Жаңа осы жерге кіре алдында мен халықпен кездестім. Өйткені халықтың пікірін тыңдау ол өте маңызды. Менің жеке пікірім бойынша Ройдың кооперативінің ең үлкен жасаған қателігі ол халықпен аз жұмыс істеді. Халықтың дауысын тыңдау керек, мұқият тыңдау керек. Өйткені әр халықтың, әр қарапайым адамның аузында әрқашанда ақиқат болады. Сол ақиқатты көру керек, түсіну керек. Өйткені олар өздері қазір мен сөйлескен кезде олар өзі келіп жатыр, бүкіл жұмыстарын тастап келді. Сол адамдармен кездесу керек, сол адамдармен міндетті түрде жұмыс істеу керек. Алаяқтар кооперативтің атын қолдана отырып, қаржы пирамидасын жасаған. Мен осыған өйткені толық көңілмен қарсымын. Өйткені кооперативтерге ең үлкен жамандық жасаған қаржы пирамидалар. Оларды міндетті түрде жоюымыз керек. Салымшы ол кооперативтің құнды элементі ғой. Ол кооперативтің жүрегі, миы бәрі. Кооперативте салымшыдан жоғары ешкім жоқ. Жоғарғы орган. Кооперативтің төрағасы ол тек қана атқарушы орган. Үлескерлердің сөзі ол заң. Кез келген кооперативте. Сондықтан мен айтып жатсыз ғой, қандай қате жасады. Пайщиктермен, үлескерлермен олар жұмыста аз істеді. Олардың айтқан сөздерін естімеді. Бірақ өйткені мен Аргенге тоже айтып жатырмын қазір. Мен сөйлесем, жаңа мен халықтың алдында сөйлескен кезде, кірер кезде айттым, жиналыс жасайық. Мен Аргенді бөлек тыңдаймын, сіздерді бөлек тыңдаймын. Қай жерде егер бір сөздеріңізден жерге тастаса, немесе орындамаса, онда өзім оны қадағалаймын. Арген мырза, сізге сұрақ қоямын, одан кейін Қазбек мырзадан сұраймын. Қайтару үшін не істеу керек сізге? Әлде қайткен жағдайда халық ақшасын қайтарып алады? Дұрыс. Бұл жерде келіп, жаға тартысып, жаңағыдай айқаласып, мен осыншама салдым, мен алмай жатырмын, мен шығам деу, ол былай айтқанда адамның өзінің құқығы. Бірақ клиент заңгерлер отырмыз ғой, шүкір, надо признать дейді, енді қазақша қалай екен, мойындау керек. Нені? Кооперативтің өзінің ішкі устав заңы бар. Устав бойынша кооператив қайтарған кезде кооператив өзінің қаржылай мүмкіндігіне қарау керек. Ақиқат бұлай. Мына кісілер осы уақытқа дейін біршама айына 100 мың, 200 мың алып тұрған. Себебі үй алған азаматтар ақшалысын қайтарып жатқан. Сосын Арген келеді де кірісіп, Инстаграмға шығып алып, бейдейді. Мен зайыма зачет жасайым. Үй, мысалы, мына кісі үй алып, ақшаны бұған төлемейді, кооперативке төлемейді. Ол алады да басқа пайщикке төлейді. Сонда қалай? Кооперативтің шотын айналып өтеді, кассасын айналып өтеді ақша. Ондай қандай құқығы бар? Кім оған сондай құқықты берді? Соның салдарынан қазір 1000 Бұл факт па, Айбек мырза? Факт. 100%. Қазір енді стоп. Арген мырза, рас па, факт? Рас. Жоқ, там қараңыз, мойындап отыр, бұл заң бұзушылық па, әлде не? Біріншіден протокол бар ма? Все есть, я объясню, просто пускай вы говорите. Түсіндіріңіз, иә. Мақсат неде бұл жерде? Қараңыздар, сіздер қазір сот шешім бойынша 2000 адамның плюс 2000 былай тұрсын, Керимов мырзаның 200 адамның құқығын ғана осы жерде талқылап қорғап отырсыздар. Оны кім қорғайды 200 адамды? Мына жерде ханымдарды кім қорғайды деп. Хорошо, сіздер жаңа айттыңыздар, 4000-нан астам адам біздерде кооперативте сот шешімсіз просто шығам деп өтініш жазып отыр. Олардың заңын кім қорғайды? Руслан мырза, мен сұрақ қойсам бола ма? Оларды кім қорғайды? Енді бүкіл жаңа 2000 іс ЧСИ-лердің қолында по исполнительному листу. Олар ЧСИ-лер не істеп отыр? Счеттарды жауып, міне 100 миллион түсемі, 75 миллионын үлестіріп беріп, 25 миллион қалтарына салып отыр. Сөйтіп кооперативті минусқа кіргізіп отыр. Болашақта соңғы біздің кредиторға ақша жетпей қалады. Сонда сіздің қалауыңыз счеттар ашылу керек па? Менің қалауым, жалпы менім демес. Жаңағындай общий протокол собрания істеп, біздер сотқа берген пайщиктерді должны уговорить. Неге? Ана ЧСИ-ден исполнительный лист алыңыз кері, сөйтіп счетты ашайық, сөйтіп бүкіл дебиторлар
өйткені олар біздің нелер үлескер члены кооператива. Бүкіл кооператив мүшелері шығам деген бір болу керек. А біздерде қазір олар 3 болып отыр. Біреуі сотқа кеткендері, біреуі медиативпен отырғандары, біреуі просто не медиативка, не сот, просто мен шығам, мен алайыншы өтініш, мен ешқайда арызданбаймын. Мен тек күтем деген сөйткен 5000-ға жуық адам отыр. Жаңа мына Арген айтқан, егер протокол жоқ болса, онда ол заңсыз. Егер протокол болса, немен жарғымен бекітілген, онда ол заңды. А егер ондай протокол жоқ болса, жарғыда ондай бөлім жоқ болса, ол заңсыз. Сіз қазір Ройдың құқығын қорғап келіп отырсыз ба? Былай айтайын. Түсінікті болу үшін. Мен қазіргі таңда тәуелсіз заңгер ретінде келіп отырмын. Бірақ мен осы Роймен қарым-қатынас болды. Маған да Сіз салымшысыз ба біріншісі? Менің сенім білдірушілерім Ройға салымшы болды. 10 адам ақша салған, біреу 9 миллион, естімде, біреу 7 миллион, ең азы 3 миллион салған. Олар Ройдан ақшасын ала алмай, оны да маған заңгерлік көмекке жүгінді. Сөйтіп таныстыңыздар сіздер? Мен, сол кезде таныстық. Мен негізі тәуелсіз сарапшы болып келдім. Мен сол 10 адамның атынан сотқа дейінгі талап арыз жазып, Аргеннің кеңсесіне жолдадым. Және де бұл кісінің телефон нөмірін WhatsApp желісі арқылы жібердім, өзімнің компаниям атынан. Арген мырза кері байланысқа шықты да, мені сол 10 салымшымен жолықтыр, сотқа берме ғабит, сотқа берсең отасың, ол ежіку ясына. Келікті медиативті келісім жасайық. Мен сені танимын, я на тебя подписан, мен ақшаны қайтарып берем. Просто көп адам мен дұрыс түсінбей жатыр деді. Рой кооперативі қаржылық пирамида болса, мен енді өзімнің пікірім да заңгерлік. Неге оны сот үкімі шығып, қазір таңда Рой кооперативін қаржы пирамидасына жатқызбайды? Неге Арген мырза мына жанымызда сұхбат беріп отыр мысалы. Енді менің 10 салымшыма тоқталайық. Ол да осы үлескеріме. Арген мырза менің кеңсеме келді. 10 адаммен жолықты да, әрқайсысымен жеке-жеке келісімге келді. Осындай 8 айда қайтарып берем ғабит. Келісім орындалды ма? Келісім орындалды. 10 адамның да ақшасы қайтты. 10 адамға ақшасын кесте бойынша уақытылы төлеп берді. Жақсы, енді содан сұрақ. кейін енді сұрақ. Дәл осылай Айбек мырзаға арызданғандар Арген мырзамен кездесіп, 8 айда ақшаны қайтарып ала ма? Қайтарып алуға мүмкіндіктері бар деп ойлаймын. Жоқ, мен Аргеннен сұрадым, ол сізден емес. Жарысын білмеймін. Сіз неге Аргеннен сұрайсыз? Ол біріншіден Арген шешпейді. Мен ол нақты позицияны түсіну керек. Оны шешетін пайщиктер. Сол кооперативтің мүшесі. Өйткені олар басқарушы орган. Құрметті жәбірленушілер және Асқар мырза, біз сіздердің өтініштеріңізге құлақ асып, Аргенді алдарыңызға алып бердік. Сұрақ қойдыңыздар, жауап алдыңыздар. Енді нәтижесін күтейік. Қазіргі таңда Рой кооперативінің үстінен қылмыстық іс қозғалған. Демек, бұл ұйымның кооператив әлде пирамида екенін құзырлы орган таяуда анықтайды. Ал менің айтарым біреу ғана, ардақты ағайын, алма піс, аузыма түс дегеннен ада болайық. Баспанаға мұқтаж болмайтындай өте бай болыңыздар. Бағдарламадан кейін Алматы қаласы полиция департаментімен байланыс орнаттық. Жауапты маман кооперативке қатысты қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Алматы қаласы полиция департамент тергеу басқармасы Рой азаматтарының тұтынушылар кооперативі үлескерлерінің арызы негізінде қылмыстық кодексінің 190 бабының 4 тармақ бойынша қылмыстық іс қозғап, қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 202 бабы бойынша Н есімді азамат күдікті болып танылып, қазіргі уақытта тергеп тексеру жұмыстары жалғасу үстінде. Барлық процессуалды әрекеттер заң шеңберінде объективтілік және толықтылық қағидаттарын қатаң сақтау негізінде жүзеге асыруда. Қылмыстық іс аясында басқа мәліметтер қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201 бабының талаптарына сәйкес жария етілмейді. Аталған мәселе редакциямыздың жіті назарында болады.